көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Олай болса балалар, біз өзіміздің жаңағы көңіл-күйімізді жақсырақ көтеріп алу үшін мен сіздерге бір қысқаша өзімізге не берейік? Сұхбат берейік. Олай болса әрқайсыларыңыздан бір екі жақсы қасиетін, бір жаман қасиетімізді айтып шығамыз, тез-тез. Тұра ғой. Мен мейірімдімін, және де кешірімдімін. Бір жаман қасиетім кейде жалқаулығым ұстап қалады. Тамаша, келесі ала ғой. Бір бақ. Менің жақсы қасиетім ата-анамның айтқанын аламын және сабақта алдыға ұмтыламын. Жаман қасиетім кейде өтірік айтамын. Ердан ала ғой. Тез аламыз, тез уақыт алмаймыз балалар. Мен ақылдымын, зерекпін, және де көп өтірік айтамын. Мен ақылдымын, мейірімдімін, жаман қасиетім жазуым нашар. Фатима. Менің жақсы қасиетім еңбекқормын, мейірімдімін, жаман қасиетім телефонда көп отырамын. Мен ақылдымын, тіл алғышпын, бір жаман қасиетім қырсықпын. Тамаша балалар, өте жақсы. Әрқайсымызда жақсы қасиеттеріміз көп екен, өтірік айтпаймыз. Бір-бірімізге деген құрметіміз бар екен. Олай болса, ары қарай балалар, біз үй тапсырмасына не бердің? Ереже сұраймын дедің, Олай болса, үй тапсырмасын сұрап кетейікші қысқаша. Бір бақыт тұра ғой. Автосөз дегеніміз не? Автосөз дегеніміз автордың айтқан сөздері. Автосөз қалай айтылады? Кімнің сөзі? Автосөз автордың өзінің сөзі. Төл сөз дегеніміз не? Төл сөз деген сол автордың айтқан сөздері. Төл сөз қандай тыныс немен алынады? Қалай жазылады? Нақшаға алына ма, жоқ? Сызық арқылы бөліне ме? Қалай жазылады? Нақшаға алынады. Нақшаға алынады. Тамаша, өте жақсы. Үй тапсырмасында жақсы дайындалып келіппіз, Бүгінгі балалар біздің жаңа тақырыбымыз, сабақтың бірінші тақырыбымыз қазіргі заманауи технологиялар. Ұсынылған тақырыптар бойынша деректер жинақтай отырып, графикалық мәтін, диаграмма, кесте, сызба түрінде құрастыру, қазақ тіліндегі тыныс белгілерін түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдана білу. Яғни бүгінгі сабақта біз тыныс белгілерді дұрыс түсініп қолдана білеміз. Бүгінгі сабақтағы мақсатымыз осы. Сіздер өздеріңізді жеке-жеке өздеріңізді бағалайсыздар. Бұл бағалау парағында үй тапсырмасы бойынша, топтық жұмыс бойынша, жеке жұмыс бойынша әрқайсыларыңызды өздеріңізді бүгін өздеріңізді бағалап көріңіздер, жарай ма? Әркім өзін қалай бағалайды екен? Сол бойынша бағалаймыз. Бірінші тапсырма сөз жұмбақ шешу. Бұл жерде сөз жұмбақты өзіміз шешеміз. Олай болса, бірінші сөз жұмбақты кім шешеді екен? Бір бақыт, сұрағым. Аязға толы жәшігім ішінен тамақ тасыдым. Ал уақыт. Пакетін аштым, тамақ алуға шашадым. Жансоғыш. Тамаша, Ернар. Жеңіл желпі бойымды, кір қожалық үйімді, құлқыныңа тасиды, бүр етіп саспайды, өзі адамша сығарды, тап-таза болып шығады. Қыжылғыш. Олай болса балалар, екінші тапсырмамыз ұсынылған деректерге графикалық мәтін құраймыз. Яғни мен сіздердің алдарыңызға мынандай не беремін? Әрқайсыларыңызға ықтималды жауаптарын осы диаграмма бойынша құрастырамыз. Мен мәтінді сіздерге қазір дайындап қоямын. Сол бойынша осыны жүктік жұмысқа екі-екіден бойынша графикалық мәтін құрау үшін осы деректерді қолданамыз. Қолданғаннан кейін сіздердің алдарыңызға қойылған парақтарды қараңыздаршы балалар. Мына жылдарға 1978 жылы не болды? Кім не ойлап тапты? Яғни соны диаграмма арқылы сызықтармен бір-бірімен сәйкестендіреміз. Түсінікті ғой? Ал олай болса жұмысымызды орындайық.
Балалар уақыт болды, олай болса, енді жұмысымызды қорғайық, иә? Бірінші Нұрдәулетпен еді шыға қойшы кәне. Қалай жұптық жұмысты қалай жасады екенсіздер? Қазір қорғаймыз. 1976 жылы Александр Грэм Белл алғашқы телефонды ойлап тапты. 1895 жылы Билл Рэндон алғашқы компьютерді және 1895 жылы Чарльз Бэббидж алғашқы компьютерді ойлап шығарды. 1926 жылы Джон Логи Бэрд алғашқы телевизорды ойлап тапты. 1994 жылы Гарвард университеті алғашқы телефонды ойлап шығарды. Олай болса, енді келесі жұп қорғайды, ал 1981 жылы AIM компаниясы алғашқы дербес компьютерді ойлап тапты. 1944 жылы Гарвард университеті алғашқы телефонды ойлап тапты. 1926 жылы Джон Логи Бэрд алғашқы телевизорды ойлап тапты. 1895 жылы Уильям Рэндон және Чарльз Бэббидж алғашқы телефонды ойлап тапты. 1876 жылы Александр Грэм Белл алғашқы телефонды. Тамаша, өте жақсы. Отырай қойып отырыңыздар. Олай болса, балалар, енді біздің үшінші тапсырмамыз топтық жұмыс, иә? Топтық жұмыс болу үшін бірінші біз топқа бөлініп алайық, иә? Қане балалар, топ жұмыс жасау үшін мені қасыма келе қалыңыздаршы, тез-тез. Келеміз. Тамаша, келе ғой, тез-тез келеміз. Балалар, бұл топпен жұмыстың мен сіздерге шартын түсіндірейін. Мен атым дейін, сіздер шаршаңқы жүресіздер. Бұл жерде біз химияның есін пайдаланып отырмыз. Атым дегенде бәріміз шаршап жүреміз, иә? Былай айланып жүреміз. Мен молекула 2 дегенде 2 боласыздар, молекула 3 дегенде 3 боласыздар, молекула 5 десем 5 болып жинала аламыз, иә? Сол бойынша 3 топқа бөлінеміз. Ал олай болса бастаймыз. Атом. Кең айланайық. Балалар тұрмыз соқпайық. Молекула 2, жұптасамыз, тамаша, молекула 2, атом, айланамыз, молекула 3, тез жұптасамыз, тамаша, атом, айланамыз, атом, молекула 5, молекула 5. Тамаша. Олай болса, осы топ-топымызбен барып отыра қаламыз. Ол үшінші тапсырма бойынша мәтінді оқисыздар, сөйлем ішінде қалып қойған тыныс белгілерді шығамыз. Ала қойыңыздар. Бұның уақыты балалар 5 минутта біз осы нені шешіп қоймыз. Тыныс белгілерін тауып, орнына қойып боламыз. Балалар уақыт болды. Қай топтайын екен, кәне қолымызды бірімізбен біріктіреміз. Тамаша, 3 топта дайын болыпты. Олай болса, ма топ, Нұржайда тобы кәне шығыңыздаршы. Бірінші абзаста д дефис қойылады. Үшінші абзаста сөйтсе қыстырма сөз болғандықтан бұл жерде үтір қойылыпты. Және вольга көлік атауы, иә? Сондықтан ол тырнақшаға алынады. Тырнақша тағы да басқа зауыт, фабрика, кітап аттарында тырнақшаға алынып қойылады. Тамаша, өте жақсы. Келесі. Сөзді дегеніміз ол дефис арқылы жазылады. Сөйтсе қыстырма сөздің басында тұрғандықтан үтір қойылады. Валгаз, көлік атауы, фабрика зауыт атаулары дефис тырнақшаға алынып жазылады. Балалар, олай болса, 4-ші тапсырма сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілері туралы өлеңді оқып, көп нүктенің орнына тиісті тыныс белгілерін қойып шығамыз. Оны дәптерге жазамыз, дәптерімізге жеке-жеке орындаймыз. Мен үтірмін деген сөзден кейін үтір қойылады. Және де тағы да үтірмін дегеннен кейін тағы да үтір қойылады. Мен үтірімді түсіндірмек деген нүкте қойылады. Бұл сөзден кейін үтір қойылады. Сөйлем деген сөзден кейін үтір қойылады. Және де сөзді бөлемін деген сөз
ойын аяқталған білдірді, сондықтан бұл жерде нүкте қойылады. Олай болса балалар бағанаға өз-өзімізді бағалаймыз, өз-өзімізді бағаласақ, Нұрбақыт, бағалашы өзіңді. Үй тапсырмасы плюс топтық жұмыс плюс. Үй тапсырмасы плюс топтық жұмыс плюс жұптық жұмыс плюс тыныс белгі қою плюс көп нүктеге сөз тауып жазу минус. Жалпы бағам 8. Олар болса балалар, сау болыңыздар, жазғы демалыстарыңыз тамаша, көңілді өтуге тілектеспін. Сабағымыз аяқтады.